Армысыздар әлем арнасының көрермендері. Біз бүгін алоэның пайдасы туралы сөз қозғайтын боламыз. Алоэ адамдар дәрілік мақсатта қолдана бастаған алғашқы өсімдік. Қазіргі заманның дамығанына қарамастан, оның танымалдылығы өте жоғары болып отыр. Әсіресе медицина және косметология саласында алоэ шырыны жоғарғы сұранысқа ие. Алоэ шырынының құрамында биологиялық белсенді қоспалардың, микроэлементтердің және әртүрлі дәрумендердің көп болуына байланысты, бұл шырынның адам ағзасына пайдасы өте мол. Алоэ ас қорыту бездерінің секрециясын жақсартады. Гастрит, созылмалы колит, энтероколит, гастроэнтерит және ас қорыту жүйесіне байланысты басқа да көптеген аурулардың жағдайын жақсартады. Ол ағзаның қорғанысын қалпына келтіріп, жалпы әл ауқатты жақсартады. Ас қорытуды қалыпқа келтіріп, қышқыл рефлюкс симптомдарын жоюға көмектеседі. Алоэ шырынымен емделу. Көптеген тері аурулары кезінде жазылуы қиын жараларға, ойық жараларды емдеуге алоэ шырыны қолданылады. Ол үшін алоэ шырынымен балды тең мөлшерде алып, оған бір ас қасық спирт қосып араластырамыз. Дәрі дайын. Бұл қоспаны стерилді таңғыштар астында күніне 2 рет зардап шеккен аймаққа қолдану керек. Оны тоңазытқышта сақтау қажет. Алоэ шырыны дерматит, күйіктер, трофикалық ойықтар, экземаға қарсы әсер етеді. Оны күніне 2 рет істеу ұсынылады. Алоэ шырынымен бронх демікпесі және дизентерияны емдеуге болады. Осы келеңсіздіктерден құтылу үшін жарты шай қасық бал және тең мөлшерде сүт пен алоэ шырынын қосып, тамақтанудан жарты сағат алдын ішу керек. Бұл дәріні күніне 3 рет және 3 апта қабылдау қажет. Содан соң 14 күн демалып, емді қайта бастау қажет. Иммундық жүйені нығайту үшін жаңа сығылған 150 грамм алоэ шырынына 300 грамм қызыл шарап және 1 стақан бал қосып араластырамыз. Қоспаны 1 апта тоңазытқышта сақтап, содан соң тамақтанудан алдын күніне 3 рет 1 ас қасықтан қолданыңыз. Шаштың түсуінен сақтану үшін алоэ шырыны мен балды араластырып, оған туралған сарымсақ қосамыз. Барлығын араластырамыз. Дәрі дайын. Осы қоспаны зақымданған жерге жағып 15 минут ұстайды. Күнделікті көріп жүрген алоэның осындай пайдалы қасиеттері бар екенін бірі білсе, енді бірі біле бермейді. Осы мақаладан соң терезе алдындағы әсем әрі әдемі гүлдің қаншалықты денсаулыққа пайдалы екенін білген боларсыз. Сіздермен болған әлем арнасы. Каналымыз ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіз.